Facebook parақшасының өзінде әжептәуір әйгілі бір, бүтін елге әйгілі деген жаңағы өте үлкен бір артист әйелдің өзі Қазақстанда қазақ қыздарының 99% қыз емес болып тұрмысқа шығады деп жатыр. Кім айтып жатыр бұны? Кім айтып жатыр бұндай әңгіме? Бұл біздің қанымызды үйрету бұл, просто. Көресіз ба? Біздің қазақ со дәрежеде қаны таза, заты таза, үйге келген келіннің етегінің пәктігіне қараған халық. Пәк болмаса, со күні түнде қайтып апарып тастайды. Баяғыда біздің ауылымызда бір орыстар болатын. Бізбен бірге оқитын орыстар. Жаңағы сол орыстардың өздері айтатын. Советтің уақыты, бұл 86-87 жылдар, біз 10-шы класста оқып жүрген уақытымызда. Жаңағы бір менің кластасым бар еді, сол айтады. Қазақтар шынымен таза ғой дейді. Олар қыздары өзінің қыздығыны ойлап тұрып, түнде бешерге шықпайды деп қоятын. Қараң, қыздығыны ойлап тұрып, түнде бешерге шықпайды деп қоятын ғой жаңа. Басқа ұлттар да қазақтың қандай ар намысты екендігini білетін. İnşallah олар жоқ болған жоқ, ол әлі де бар. Ауылды жерлерде де, қалалы жерлерде де өзінің дінін, өзінің ұлтын, өзінің дәрежесін сақтаған семьяда бұл әлі де бар. Бірақ жаңағыдай мен намаз оқы десем, мен таптазамын дейтін адамдарда бұл нәрсе қалмады. Бұл қалмады бұл нәрсе.